Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіз. Бүгін қолжетімді заттардан жасалатын осындай оңай пирог дайындаймыз. Дәмі кекске ұқсайды. Шайға не жесем, не пісірсем деп ойлап отырсаңыз, дәл осыны пісіріп көруге кеңес беремін. Құрамы тек ұн, өсімдік майы және жұмыртқадан жасалады. Жұмыртқамызды қантымызбен жақсылап қанты езілгенше, ақ көпіршік пайда болғанша араластырып аламыз. Миксер болмаса, шанышқымен де жақсылап араластырсаңыздар болады. Араластырып болған соң үстіне өсімдік майын құямыз. Қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне салып, жақсылап араластырып аламыз. Ұнымызды електен өткізіп отырып, 2-3-ке бөліп отырып саламыз. Сонда пирогымыз көтеріліп, арасы жақсы болып піседі. Қамырымыз кілегей тәріздес, қатты сұйық емес, қатты қою емес болып шығу керек. Силиконды қалыпты майлап қажет емес. Темір қалып болса, аз ғана сармаймен майлап қойсаңыз болады. 180 градуста алдын ала қызып тұрған пеште 40-45 минут пісіреміз. Пирогымыз піскенше шоколадты пропитка дайындаймыз. Ол үшін 100 грамм қантымызға 2 ас қасық какаоны, 100 мл суды және де сары майды қосамыз. Негізі керек заттардың барлығы видеоның астында описаниеде толығымен жазылып тұр. Жақсылап араластырып, газға орташа отта майы қанты ерігенше араластырып суытамыз. Мінекей достар, біздің пирогымыз дайын. Піскенін осындай ағаш таяқша арқылы тексеріп көріп алыңыздар бірінші. Қалыптан бірден ыстық күйінде осылай ыдысқа түсіріп аламыз. Ағаш таяқшаның көмегімен осылай ыстық кезінде тесіп шығамыз. Шоколадты пропиткамызды құю үшін. Шоколадты пропитканы құймай-ақ өзін ғана жей берсеңіз де құрғақ емес, ылғалды болып шығады. (20-30 минуттай суытып жесеңіз де болады, ыстықтай жей берсеңіз де болады. Пирогымыз көтеріліп, сондай дәмді болып шықты. Пісіріп, үй ішіңізді қуантуға кеңес беремін. Егер видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, достарыңызбен бөлісіп, менің каналымның өсуіне өз үлесіңізді қосыңыз. Видеоны соңына дейін көргеніңізге рахмет. Сіздермен бірге болған Гүлжанат, сау болыңыздар.